Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге айран қосылған жұмсақ құймақтардың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Жұмыртқамыздың үстіне 3 ас қасық шекерімізді қосамыз. Жарты шай қасық тұзымызды себеміз. 3 қоспаны жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Барлық ұнымызды қосып, жақсылап араластырамыз. 2 стакан айранымызды қосамыз. Айран бөлме температурасында тұруы тиіс. Жақсылап араластырамыз. Қатты қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Шамамен 1 стакан. Тағыда массамызды 1 келкі болғанша араластырып шығамыз. Енді жарты шай қасық содамызды және де аздап сұйық майымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Масса 1 келкі болуы тиіс және де сұйық болуы тиіс. Егер массаларыңыз қою болса, аздап ыстық судан қосып жіберсеңіздер болады. Табамызды майлап, қыздырып алып, жарты ожаудан құя отырып, құймағымыздың 2 шетін аударып пісіреміз. Міне біздің құймақтарымыз осылай арасы тесіліп, жұмсақ, әрі өте дәмді болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фариза Тілеулес. Барлықтарыңызға ас болсын.